Тіс ауруын басатын 5 тәсіл. Бірінші, тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып, тіске басу арқылы аурудан арыла аласыз. Екінші, мақта тығынын самырсынмайында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл иекке 10-15 минут басып, 1,5 немесе 2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Үшінші, ауруды бәсеңдетуге орамалға қапталған мұз кесектерін бетіңізге басу көмектеседі. Төртінші, 5 тамшы йод пен 1 қасық тұзды алып, оны 1 стақан суда ерітіп, ауру тісіңізді шайыңыз. Бесінші, ауруға қарсы көмекшілердің бірі шүйгіншөп тұнбасы мен камфор спирті. Осы тұнбалардың біріне шайылған мақтаны тісіңізге бассаңыз ауруды тежейді. Әрине, тісіміздің саулығын күтіп, тіс дәрігерінің қабылдауында жиі болуымыз керек. Алайда ауру айтып келмейді ғой. Сондай кезде сіз не істеу керектігін білесіз.